Адам деген әлемнің анық бағы, түсінермін олардың данышпаны. Жұрттың бәріне бірдей дос боламын дегендер ешкімге де дос бола алмайды. Уайым ертеңгі мәселені шешпейді, тек бүгінгі мазаны алады. Жұлынған гүл сыйлануы тиіс, жазыла басталған өлең аяқталуы. Ал сүйікті әйелің бақытты, олай болмаса әлің жетпес тірлікті бастамауың керек. Әділетті болу үшін алдымен мейірбан болу керек. Көздер сөйлей алады, қуаныштан күлейде жылайды алады. Көздермен естен адастыруға да жылата да аласың. Сөздермен алдауға болады, бірақ көзбен алдау мүмкін емес. Адамның көздерінде тылсым күш жатыр. Жас та өтер, бірте-бірте кәрі де өтер, баянсыз бұл жалғанның бәрі бекер. Жақында мінгі жасар жан жоқ сірә, кетеміз, кетті келер, тағы кетер. Бәрін түсіндіруге болады, бірақ бәріне емес. Өмірді дана секілді сүргің келсе, екі басты қағиданы жаттап ал. Әр нәрсені жегенше аш қалған дұрыс, әркіммен өмір сүргенше жалғыз болған дұрыс. Әрекет етпей арманға жетуді ойлау, егін екпей оны жинаумен тең. Өтенге шексіз сеніп қалудан сақтан. Дос деп құрмет тұтып жүрген адамыңның өзі сені сатып кетуі мүмкін. Ақымақпен достық құрып жетіспейсің. Дананың берген уын қабылда, ақымақтың қолынан алтын алма. Біреуге риясыз сену, оның қолына өз еркіңмен өткір қанжар ұстатқаның. Лапып тұрған қанжармен ол сені қорғауы да мүмкін, бауыздауы да мүмкін. Ей көңілім, сыйлық күтпе бұл заманнан қараңғы, уақыт озар барлығынан шаң қаптырып адамды. Дертің әр сәт күшейеді, ауырады тынымсыз, күткенменен мына уақыт емдемейді жараңды. Мені адамның кедейлігі емес, оның ойы мен жанының кедейлігі қынжылтады. Өмір сүрудің екі заңын білген адам бақытты болар. Біріне болса соны жей бермей азығына талғанмен қарайтын жан, бірі кім болса сонымен дос болмай, айналасындағы достарын жөнмен таңдай білетін адам. Адамның санасы қаншалықты төмен болса, ол мұрнын соншалықты аспанға шүйіреді.